Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге барлық адамның сүйікті тамағы маш ботқа жасайтын боламыз. Ең алдымен қызып тұрған майымызға етімізді достар қып-қызыл болғанға дейін жақсылап қуырып алатын боламын. Етіміз қып-қызыл болғаннан кейін үстіне пиязымызды қосып, пиязымызды сап-сары болғанға дейін жақсылап қуырып алатын боламыз. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Пиязымыз сап-сары болғаннан кейін үстіне болгарскийімізді және де картошкамызды қосып, жақсылап, томатымызды да қосып жіберіп, жақсылап қуырып алатын боламыз. Қып-қызыл болып қуырылғаннан кейін үстіне машымызды салып, машымызды батып тұратындай қылып үстіне суды құятын боламын. Үстіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қосып жібересіздер. Суымыз қайнағаннан кейін, машымыз жарылғаннан кейін үстіне күрішті салуды видеоға түсірмеппін. Күрішін салып, барлығы қоюланып, осындай қоп-қою болғанға дейін пісіріп аламыз. Өте дәмді, керемет болып шығады достар. Сіздер де жасап көріңіздер.